Әлем ағаш болса, оның жемісі адам. Бір адамды өлтіру бүкіл адамзатты өлтірумен бір дейді. Қоғамда соңғы жылдарда әсіресе суицид дейтін дерт белең алды. Бұл адамның бірінші кезекте рухани күйзеліске түсуі, рухани дерттердің асқынуы. Ол біріншіден. Екіншіден, адам өзінің жаратылыс мақсатын, өзінің мына әлемдегі ең ұлық жаратылыс екендігін түсінбеуі. Әлем ағаш болса, оның жемісі адам. Адам ерекше жаратылыс. Уалақад каррамна бани адам дейді. Алла тағала біз адам баласын ардақты еттік дейді. Исламның жалпы хақ діндердің асыл мақсаттарының басында тұратын нәрсе адамның өмірін сақтау. Барлық діндер адамның өміріне ерекше құн берді. Тіпті ислам ерекше құн берген сонша бір адамды өлтіру бүкіл адамзатты өлтірумен бір дейді. Көрдіңіз бе? Сол үшін адамның өмірін сақтау үшін харам нәрселер тіпті халал болады. Ол кезде шариғат тоқтайды адамның өмірін сақтау үшін. Еш нәрсе ол жерде үкім жүрмей қалады. Өйткені адамның өмірі асқақ. Адамды жаратам деген кезде Алла тағала қан төгетін деді. Көрдіңіз ба? Бірден бір ерекше аталған қан төгетін. Демек біздің әу бастағы жаратылысымыз қан төкпеу, адамның өміріне құн беру, баға беру. Адамның өмірі ерекше құнды ислам дінінде. Соны түсіну керек.